күйеуіме опасыздық жасаған жоқпын. Бірақ бір күні басқа ер адамның жанында өзімді қайтадан тірі адамдай сезіндім. Осы сөзді айтқанда Наташа көз жасын сүртті. Ол қарсысында отырған психологқа емес, өз өміріне қарап отырғандай болды. Кабинет іші жым-жырт, тек қабырғадағы сағаттың тықылы ғана естіледі. Психолог біраз үнсіз отырды да жай ғана сұрады. Наталья, сіз кімді жақсы көрдіңіз? Наташа ұзақ уақыт жауап бере алмады. Сосын ақырын ғана басын шайқады. Ең қиыны сол. Мен бұл сұраққа әлі күнге дейін жауап бере алмаймын. Мен күйеуімді жек көрген жоқпын. Басқа ер адамды да шын сүйіп үлгерген жоқпын. Мен тек өзімді жоғалтып алдым. Ал кейін өзімді қайта іздей бастадым. Егер сіз дәл қазір отбасыңызбен бірге отырсаңыз, жұбайыңызға бір қарап қойыңыз. Мүмкін ол сізге күлімдеп отырған шығар. Бірақ оның жүрегінде не болып жатқанын шынымен білесіз бе? Кейде ең мықты болып көрінетін адамдар ең қатты жалғыздықты көтеріп жүреді. Ал бүгінгі әңгіме опасыздық туралы емес. Бұл уақытында айтылмаған сөздердің, кеш қалған кешірімнің және өзін қайта тапқан бір әйелдің өмірі. Менің атым Наталья Соколова. Бірақ бәрі мені Наташа деп атайды. Мен Алматыда дүниеге келдім. Осы қалада өстім. Осы көшелерде велосипед тептім. Осы саябақтарда алғашқы махаббатымды кездестірдім. Бір кезде менің өміріме сырттан қараған адам неткен бақытты қыз дер еді. Өйткені менің жанымда сүйген адамым болды. Арманымдағы жұмыс болды. Үйім болды. Бірақ адамды бақытты ететін нәрсе сырттан көрінетін дүниелер емес екен. Бұл оқиға осыдан 12 жыл бұрын басталды. Сол кезде мен небәрі 20 жаста едім. Жүрегім махаббатқа сенетін. Адамдар өзгермейді деп ойлайтынмын. Ал уәде өмір бойына жетеді деп сенетінмін. Сол күні мен университетке әдеттегідей кешігіп бара жаттым. Қолымда кітап. Иығымда ауыр сөмке. Телефоным шырылдап жатыр. Анам, қызым, асықпа. Баспалдақтан жүгірме, деп ескертіп қойған. Мен болса күліп, анашым, мен енді кішкентай қыз емеспін ғой, дедім. Сол сөзді айтып, телефонды сөмкеме сала бергенімде, біреумен қатты соқтығысып қалдым. Кітаптарым жерге шашылып түсті. Қолындағы кофе ақ жейдесіне төгіліп кетті. Ойбай, кешіріңіз, мен қатты қысылып кеттім. Ал әлгі жігіт күліп жіберді. Мен де кінәлімін, уайымдамаңыз. Екеуміз қатар еңкейіп кітаптарды жинай бастадық. Мен бір кітапқа қол создым. Дәл сол сәтте оның қолы менің қолыма тиді. Екеуміз бір мезетте тоқтап қалдық. Ол күлімсіреп, менің атым Азамат, ал сіз? Мен ұялғанымнан көзімді төмен түсіріп, дәл осы әңгімені тыңдау үшін уақытыңызды бөліп, арнамызды таңдағаныңызға шын жүректен алғысымды білдіремін. Каналға жазылып, жүректі лүп еткізіңіз. Дос жаранмен бөлісіңіз. Дәл сіздің қолдауыңыз біз үшін өте маңызды. Наташа, экономика факультеті ме? Иә. Онда біз бір университетте ғана емес, бір қабатта оқитын көршілер екенбіз. Мен еріксіз күліп жібердім. Сол бір күлкі. Өмірімдегі ең үлкен қуаныштың да, ең үлкен сынақтың да бастауы болатынын екеуміз де білген жоқпыз. Сол күні кешке үйге келгенде анам, қызым, бүгін көңілің ерекше жақсы сияқты ғой, деді. Мен айнаға қарап тұрып өзім де байқап қалдым. Шынымен, күлімсіреп жүр екенмін. Мен жай ғана, университетте бір қызық жағдай болды, дедім. Анам күліп, әлгі қызық жағдайдың аты бар ма? Мен сәл қызарып кеттім. Бар. Қандай? Мен бірінші рет оның атын дауыстап айттым. Азамат. Сол түні ұйықтар алдында мен бір нәрсені ғана ойладым. Осы жігітті тағы көрсем екен. Ал тағдыр біздің келесі кездесуімізді әлде қашан дайындап қойған еді. Ертесіне университетке әдеттегіден ертерек келдім. Неге екенін өзім де түсінбедім. Әдетте сабақ басталардан 5 минут бұрын әрең жететін мен бұл жолы жарты сағат бұрын келіп тұрмын.
Ішімнен өзімді ұрсып қоямын. Не болды саған, Наташа? Бір рет сөйлескен адамды күтіп тұрған жоқсың ба? Өзіме қанша өтірік айтсам да, жүрегім шындықты білетін. Экономика факультетінің дәлізі әлі бос еді. Керезенің қасында тұрып, аулаға қарап тұрдым. Күздің алғашқы күндері. Алматының таңы ерекше болатын. Тау жақтан соққан салқын самал. Ауладағы сары жапырақтар. Студенттердің асығыс қадамдары. Дәл сол кезде «Қайырлы таң, көрші!» Мен жалт бұрылдым. Кеше ғана кофе төгіп алған жігіт. Қолында 2 қағаз стақанмен күлімсіреп тұр екен. Сіз бе? Иә, мынау кешегі кофенің өтемі. Ол 1 стақанды маған ұсынды. Қабылдамасам ренжисіз бе? Әрине, өйткені кеше менің жидемді білдірдіңіз. Мен еріксіз күліп жібердім. Кеше өзіңіз кінәлімін дегенсіз. Иә, бірақ қазір кінәліні іздемейік, танысайық. Осылайша біз алғаш рет бірге кофе іштік. Ол мен ойлағандай емес екен. Өте қарапайым. Өзін көрсетуге тырыспайды, дауысын көтермейді. Сөйлегенде көзіне қарайды. Ал ең қызығы өзінен көп сұрайтын. Сен қай мектепті бітірдің? Алматыдағы 45-ші мектепті. Жалғыз бала ма едің? Иә. Сен ше? Біз үшеуміз. Бір әпкем, бір інім бар. Анам дәрігер, әкем автобус жүргізушісі. Мен таңырқап қалдым. Сонда сен неге экономикаға түстің? Әкеме үй алып бергім келеді. Ол осыны сондай қарапайым айтты. Бірақ дәл сол сәтте мен оның жүрегінің қандай екенін сезгендей болдым. Сол күннен кейін біз күн сайын кездесетін болдық. Алғашында кездейсоқ, кейін әдейі. Сабаққа бірге кіретінбіз, кітапханаға бірге баратынбыз. Емтиханға бірге дайындалатынбыз. Кейде сабақтан кейін арбатпен серуендейтінбіз. Бір күні ол: «Сен қазақша жақсы сөйлейсің екен?» Алматыда туған соң үйреніп кеттім. Бірақ акцентің аздап бар. Білемін. Ұнайды. Не? Сол акцентің. Мен күліп жібердім. Мазақтап тұрсың ба? Жоқ, шын айтып тұрмын. Өзіне жарасады. Ол кезде комплиментке онша мән бермейтінмін. Бірақ Азаматтың әрбір сөзі жасанды емес еді. Бір күні кітапханада отырып есеп шығарып жатқанбыз. Мен бір формуланы түсіне алмай отырдым. Мына жері қиын екен. Азамат дәптерінді өзіне жақындатты. Қараш, мына жерден бастап қате кеткенсің. Ол маған асықпай түсіндіріп отырды. Мен оның қолына қарап қалдым. Саусақтары сияға боялып кеткен. Не болды? Ештеңе. Онда неге қарап қалдың? Сен көп жазасың ба? Ол күліп жіберді. Көп жұмыс істейтін адамның қолы әдемі болмайды. Мен сол кезде қолың әдемі екен деп айтқым келді. Бірақ ұялып үндемедім. Арада 3 ай өтті. Бір күні сабақтан кейін жаңбыр жауып кетті. Екеуміз университеттің кіреберісінде тұрмыз. Қолшатыр ешқайсымызда жоқ. Жүгірейік пе? Қайда? Ана бұрыштағы дамханаға. Толық суланып қаламыз ғой. Естелік болады. Сен қызықсың. Білемін. Жарайды. Жүгірдік. Жаңбыр астында бала сияқты күліп барамыз. Менің шашым су болды. Оның жидесі малмандай. Дамханаға кіргенде екеуміз де күліп тоқтай алмай қалдық. Даяшы таңырқап қарап тұр. Сіздерге не әкелейін? Азамат маған қарады. Сен не ішесің? Ыстық шай. 2 шай. Сол күні біз 4 сағат сөйлестік. Болашақ туралы, арман туралы, отбасы туралы. Мен одан: «Сен ең қатты неден қорқасың?» деп сұрадым. Ол көп ойланбастан: «Анам мен әкемнің үмітін ақтай алмай қалудан». Ал сен ше? Мен біраз ойланып қалдым. Жалғыз қалудан. Азамат жымиып: «Онда қорықпа, мен сені жалғыз қалдырмаймын». Ол осы сөзі соншалықты сенімді айтты. Мен күліп: «Соған уәде бересің бе?» «Иә, өмір бойы». Қазір сол күнді есіме алсам, жүрегім сыздайды. Өйткені өмірдегі ең ауыр нәрсе біреудің уәдесін бұзуы емес.
сол уәдеге өзінің шын сеніп қалғаның екен. Жаңа жыл қарсаңында Азамат мені ата-анасымен таныстырды. Ал мен оны өз үйіме ертіп бардым. Екі отбасы да басында қобалжыды. Бірақ уақыт өте келе бәрі бір-біріне үйрене бастады. Әкем бір күні маған: «Қызым, осы жігіттің көзі таза екен. Тек өмір адамды өзгертпесе болғаны». Мен күліп: «Әке, адам соншалық өзгере қоймайды ғой». Әкем үнсіз ғана шайын ұрттады. Сосын маған қарап: «Қызым, кейде адамды қиындық өзгертпейді. Қиындық адамның шын кім екенін көрсетеді». Сол кезде әкемнің бұл сөзінің мағынасын түсінбедім. Бірақ бірнеше жылдан кейін сол бір сөйлем өмірімнің ең ауыр шындығына айналатынын қайдан білейін. Кейбір адамдар өмірімізге дауыл сияқты кіреді, ал кейбірі байқатпай келеді. Бірақ бір күні онсыз өмірді елестете алмай қаласың. Азамат менің өміріме дәл солай кірді. Уақыт өте берді. Біз күн сайын бірге болатынбыз. Бірақ ол ешқашан асықпайтын, ешқашан қолынан ұстап көрген жоқ. Ешқашан мені сүйесің бе деп сұрамады. Ол мені таңғалдырған бірінші нәрсе де осы еді. Бір күні сабақтан кейін аялдамада автобус күтіп тұрдық. Күн суық, жел қатты. Мен қолымды күртемнің қалтасына тығып тұрмын. Азамат үндемей жанымда. Бір кезде автобус келді. Іші лық толы. Мен кіре алмай қалдым. Автобус кетіп қалды. «Келесін күтеміз» дедім. «Жоқ». «Неге?» «Тоңып қаласың». Ол жол жиегіне шығып такси тоқтатты. «Бар». «Ал сен ше?» «Мен автобуспен барамын». «Жоқ, бірге барайық». «Менің ақшам жетпейді». Мен аң-таң болып қалдым. «Онда неге маған такси шақырдың?» Ол жай ғана иығын көтерді. «Сенің ауырып қалғаның қымбатырақ». Мен не айтарымды білмедім. Таксиге отырып бара жатып, терезеден оның алыстап бара жатқанын көрдім. Қолын қалтасына салып, аялдамаға қайта бара жатты. Сол сәтте менің жүрегімде бір нәрсе өзгерді. Сол кеште анам: «Қызым, әлгі жігітке ғашық болып қалған сияқтысың». «Неге олай дейсің?» «Күлімсіреуім өзгеріп кеткен». Мен күліп: «Соншалық байқала ма?» Анам басын изеді. Әйелдің көзі бәрін айтып тұрады. Көктем келгенде бізді университетте бәрі жұп деп қабылдай бастады. Бірақ әлі ешқайсымыз сезімімізді ашық айтқан жоқпыз. Бір күні кітапханада дайындалып отырдық. Мен басымды көтерсем, Азамат маған қарап отыр екен. «Не болды?» «Ештеңе?» «Онда неге қарап отырсың?» Ол біраз үндемеді. Сосын күлімсіреп: «Сен күлгенде көзім бірінші күледі екен». Мен ұялып кеттім. «Ондай болмайды». «Болады. Сол үшін сенің күлгеніңді жиі көргім келеді». Сол күні кешке ол мені үйге дейін шығарып салды. Үйдің алдында ұзақ тұрдық. Ешқайсымыз қоштасқымыз келмейді. Ақыры Азамат терең дем алды. «Наташа». «Я?» «Мен бір нәрсе айтсам, біздің достығымыз өзгеріп кетпей ме?» Мен бірден түсіндім. Жүрегім дүрсілдеп кетті. «Айт». «Мен сені жақсы көріп қалдым». Ұзақ үнсіздік орнады. Көше шамының жарығы ғана бетімізге түсіп тұр. Мен жымиып: «Мен де». Сол түні біз алғаш рет қол ұстастық. Басқа ештеңе болған жоқ. Бізге сол жеткілікті еді. Кейін бәрі ертегідей өтті. Ол таңертең университеттің алдында күтіп тұратын. Сабақтан кейін бірге қайтатынбыз. Туған күнімде арзан ғана күміс алқа сыйлады. Ұнамады ма? Өте ұнады. Қымбат ала алмадым. Мен басымды шайқадым. Бағасы маңызды емес. Сенім ойлағаның маңызды. Ол күлімсіреп: «Бір күні саған бәрін аламын. Үй аламын, көлік аламын, саяхатқа апарамын». Мен күліп: «Маған оның ешқайсысы керек емес». «Онда не керек?» Мен оның қолын қысып: «Сен өзгермесең болды». Осы сөзді айтқанда
Мен өмірдің қандай сынақ дайындап тұрғанын білмедім. 4-ші курстың соңғы семестрінде Азамат маған: "Ертең боссың ба?" "Иә." "Онда кешке дайын бол." "Қайда барамыз?" "Сюрприз." Кешке ол мені Көктөбеге алып шықты. Күн батып бара жатқан. Алматының шамдары бірінен соң бірі жана бастады. Қала алақандағыдай көрінеді. Біз үнсіз тұрдық. Бір кезде Азамат қалтасынан кішкентай қорап шығарды. Қолдары дірілдеп тұр. "Наташа, мен бай емеспін. Үйім жоқ. Көлігім жоқ. Бірақ сенсіз өмір сүргім келмейді. Маған тұрмысқа шығасың ба?" Мен жауап бере алмадым. Көзімнен жас ағып кетті. Басымды ғана изедім. Ол сақинаны саусағыма тақты. Сол сәтте бүкіл әлем тоқтап қалғандай болды. Біз бір-бірімізді құшақтап тұрдық. Мен ішімнен, міне, мен өмір бойы бақытты боламын деп ойладым. Бірақ адам өміріндегі ең үлкен қателіктің бірі бақыт ешқашан өзгермейді деп сену екен. Өйткені дәл сол кеште тағдыр бізге қарап үнсіз күліп тұрған шығар. Мен өмірде ең бақытты кезім қай уақыт болды деп өзімнен жиі сұраймын. Көпшілік менің жауабым басқа болады деп ойлайды. Үлкен үй алған кез шығар дейді. Жақсы жұмысқа тұрған кез шығар дейді. Жоқ. Менің ең бақытты кезім жалдап тұрған ескі бір бөлмелі пәтерде өткен екен. Университетті бітірген соң біз көп күтпедік. Екі жақтың ата-анасы жиналып, шағын ғана той жасадық. Сән салтанаты көп той болған жоқ. Қымбат мейрамхана да емес. Бірақ бәрі шын көңілмен жиналды. Анам мені құшақтап тұрып жылады. "Бақытты бол, қызым." Мен күліп: "Боламын, мама." Әкем болса Азаматты шетке шақырып алды. Екеуі біраз сөйлесті. Кейін әкем маған айтқан: "Әкең не деді?" деп сұрап едім. Азамат күлімсіреп: "Қызымды ешқашан жалғыз жылатпа" деді. Мен оның қолын қысып: "Орындайсың ба?" Өмір бойы. Алғашқы пәтеріміз ескі болатын. 50 шаршы метрде жоқ. Ас үйі тар. Жуынатын бөлмесінің есігі дұрыс жабылмайтын. Қыста терезеден салқын кіретін. Бірақ біз ол үйді сарайдай жақсы көрдік. Бірінші күні кешке диван да жоқ еді. Еденге көрпе төсеп отырдық. Пиццаға ақшамыз жетпеген соң дүкеннен бәліш алып келдік. 2 стакан шай. Сол біздің үйленгеннен кейінгі алғашқы кешкі асымыз болды. "Кешір", деді Азамат. "Неге?" "Саған бұдан жақсы өмір сыйлай алмадым." Мен күліп жібердім. "Мына жерге қараш." "Не?" "Менің жанымда кім отыр?" "Мен." "Онда маған басқа не керек?" Ол күлімсіреп мені құшағына қысты. "Бір күні осы күніңді есіме алып күлесің." "Неге?" "Өйткені біз міндетті түрде бай боламыз." Мен басымды оның иығына қойдым. "Бай болмасақ та болады. Тек осылай бірге қартайсақ болды." Алғашқы 2 жыл дәл солай өтті. Мен банкте қарапайым менеджер болып жұмысқа орналастым. Азамат логистикалық компанияға жұмысқа кірді. Жалақымыз көп емес, бірақ ай сайын аз-аздан ақша жинайтынбыз. Жұма сайын кино қарайтынбыз. Жексенбі сайын тауға шығатынбыз. Кейде кешке дүкеннен балмұздақ алып, арбатпен жай ғана серуендейтінбіз. Бақыт деген дәл осы шығар деп ойлайтынмын. Бір күні түнде жарық сөніп қалды. Үй қараңғы. Телефонның шамын жағып отырмыз. Мен: "Ертең электрикті шақыру керек шығар", дедім. Азамат күліп: "Қазір." Ол ас үйден бірнеше майшам тауып келді. Бөлменің әр бұрышына қойып жақты. Кішкентай пәтер бірден жылынып кеткендей болды. Міне, енді романтика. Мен күліп жібердім. "Сен бәрінен романтика жасайсың." Себебі романтика ақшаға байланысты емес, адамға байланысты. Сол түні біз майшам жарығында отырып ұзақ сөйлестік.
армандарымызды жаздық. 5 жылдан кейін қандай өмір сүретінімізді елестеттік. Балаларымыздың атын таңдадық. Егер ұл болса Арман, қыз болса Алина. Мен күліп, екеуі де болса ше? Онда екеуін де жақсы көреміз. Мен ол кезде Азаматқа қарап, мына адам ешқашан өзгермейді деп сенетінмін. 3 жылдың көктемінде біз алғаш рет шетелге шығуға ақша жинай бастадық. Күн сайын кешке үстел үстіне кішкентай қорап қоятынбыз. Артық қалған ақшамызды соған саламыз. Бір күні кешке мен 5000 теңге салдым. Азамат қарап тұрды. Не болды? Саған қарап отырмын. Неге? Сен ешқашан өзіңе ештеңе алмайсың. Бізге жинап жатырмыз ғой. Ол орнынан тұрып жаныма келді. Наташа, мен бір нәрсе айтсам, ренжімейсің бе? Айт. Егер бір күні мен жұмысымды жоғалтсам, сен менің жанымда боласың ба? Мен ойланбастан жауап бердім. Әрине. Ал егер ұзақ уақыт жұмыс таба алмасам ше? Сонда да. Шынымен бе? Мен оның екі қолынан ұстап, Азамат, бұл өмірде бәрі болады. Байлық та кетеді, жұмыс та кетеді. Бірақ, егер екеуміз бір-бірімізден айырылмасақ, бәрін қайта бастаймыз. Ол мені құшақтап, мен сені ешқашан жерге қаратпаймын, деді. Өмір кейде адамның айтқан сөзін естіп тұрғандай болады екен. Арада небәрі 3 ай өтті. Бір күні түскі уақытта Азамат маған хабарласты. Дауысы бұрынғыдай емес. Наташа, не болды? Мені жұмыстан шығарып жіберді. Мен бір сәт үнсіз қалдым. Қалай? Компания қысқарып жатыр екен. Бүгін соңғы күнім. Телефонның ар жағында ұзақ үнсіздік болды. Мен жай ғана, үйге кел, бәрін бірге ойлаймыз. Кешір. Неге кешірім сұрайсың? Мен саған уәде берген едім ғой. Мен көзіме келген жасты көрсетпеуге тырысып, Азамат, бұл сенің кінәң емес. Біз мұны да бірге еңсереміз. Телефонды қойған соң өзіме сенім дедім. Шынымен сендім. Менің күйеуім мықты. 1-2 айда жаңа жұмыс табады. Біз бұрынғы өмірімізге қайта ораламыз. Мен сол кезде бір нәрсені білмедім. Кейде адамды жұмыссыздық емес, үмітсіздік өзгертеді екен. Адамды кейде қиындық бұзбайды. Қиындық оның ішінде бұрыннан бар әлсіздікті ғана сыртқа шығарады. Мен мұны кейін түсіндім. Ал сол кезде мен тек күйеуіме көмектескім келді. Жұмыстан шыққан алғашқы аптада Азамат бұрынғы қалпынан өзгерген жоқ. Таңертең менімен бірге тұрады. Таңғы ас әзірлейді. Мені жұмысқа шығарып салады. Өзі түйіндемесін жаңартып, күні бойы бос жұмыс орындарын қарайды. Кешке келгенімде, бүгін 4 жерге жібердім дейді. Мен қуанып қаламын. Міндетті түрге шақырады. Иә, шақырады. 1 апта өтті. Ешкім хабарласпады. 2 апта өтті. Бір сұхбатқа барды, бірақ нәтиже шықпады. Ештеңе етпейді. Келесі жолы болады деп жұбаттым. Ол басын изеді. 1 ай өтті. 2 ай өтті. Азамат бұрынғыдай ерте тұрмайтын болды. Алғашында кешке дейін жұмыс қарап отырдым деп түсіндіретін. Кейін түсіндіруді де қойды. Бір күні демалыс болатын. Мен таңғы 9-да ояндым. Азамат әлі ұйықтап жатыр. Үнсіз ас үйге кіріп таңғы ас дайындадым. Сағат 10 болды. 11, 12. Ол әлі тұрмады. Ақыры өзім ояттым. Азамат, сағат 12 болды. Ол көзін әрең ашты. Бүгін демалыс қой, бірақ жұмыс іздеймін деген едің ғой. Ол жастықты басына жауып алды. Ертең қараймын. Бұл ертең деген сөз біздің үйде жиі айтыла бастады. Мен ештеңе демедім. Өйткені адамды жұмыссыз жүргені үшін кінәлағым келмеді. Бірақ бір нәрсе өзгеріп бара жатқан сезетінмін. Күндердің бірінде жұмыстан ертерек қайттым. Қолымда азық-түлік. Есікті ашып кірсем, теледидар қосулы. Азамат диванда жатыр. Қолында телефон. Менің келгенімді байқамады да. Сәлем. Ол басын көтерді. Келдің бе?
Иә, тамақ бар ма? Мен үнсіз қалдым. Сөмкемді жерге қойып ас үйге өттім. Тоңазытқыш бос. Таңертең дайындап кеткен тамақ сол күйі тұр. Тамақ ішпедің бе? Жоқ. Неге? Күттім. Мен пешті қосып жатып өзіме сұрақ қойдым. Күні бойы үйде болған адам неге өзіне бір жұмыртқа қуырып жей алмады? Бірақ дауыстап айтпадым. Кешкі ас үстінде мен әңгімені басқа жаққа бұрдым. Ертең қайда барасың? Бір компанияға. Сағат нешеде? Онда барамын. Мен қуанып қалдым. Керемет екен. Қандай компания? Ол иығын көтерді. Білмеймін. Интернеттен көрдім. Ертеңіне кешке. Қалай өтті деп сұрадым. Ол күрсінді. Бармадым. Неге? Жалақысы аз екен. Мен үнсіз қалдым. Қайдан білдің? Интернетте жазылып тұр. Бірақ барып сөйлесуге болатын еді ғой? Осы сөзінен кейін Азаматтың қабағы түйілді. Сен мені жұмыссыз деп кемсітіп отырсың да? Мен аң-таң болып қалдым. Жоқ, мен жай ғана, онда осы әңгімені қояйық. Ол орнынан тұрып балконға шығып кетті. Сол түні мен ұзақ ойландым. Мүмкін шынымен артық айтып қойған шығармын. Ер адамға жұмыссыз жүрудің өзі ауыр шығар. Өзімді кінәладым. Сол себепті келесі күні жұмыстан кейін оның сүйікті бәлішін алып келдім. Үйге күліп кірдім. Қарашы, не әкелдім? Азамат бір қарап қойды. Рахмет. Болды, сол ғана. Бұрын болса, ол мені құшақтап, сен мені тағы да таңғалдырдың, дер еді. Бір күні жұмыста әріптесім Айжан. Наташа, сен соңғы кезде қатты арықтап кетіпсің. Байқамадым. Бірдеңе болды ма? Мен күліп. Жоқ, тек үйде кішкене қиындықтар бар. Айжан үндемей маған қарап тұрды. Кешір, бірақ бір нәрсе айтайын. Айта бер. Кейде біз жақсы көрген адамдарға тым көп көмектесеміз. Сөйтіп, олардың орнына өмір сүре бастаймыз. Мен бұл сөздің мағынасын сол кезде түсінбедім. Арада тағы 2 ай өтті. Бір кеште банктен хабарлама келді. Несие төлемнің мерзімі аяқтауға жақын. Мен есептей бастадым. Жалақым жетеді. Бірақ демалысқа жинаған ақшамызды жұмсауға тура келеді. Кешке бұл туралы Азаматқа айттым. Жинаған ақшаны алайық. Аласау? Өкінішті, саяхатқа шыға алмайтын болдық. Ол ештеңе демеді. Бұрынғы Азамат болса, уайымдама, келесі жылы міндетті түрде барамыз, дер еді. Қазір ол тіпті басын көтермеді. Сол түні мен бірінші рет қорықтым. Жұмыссыздықтан емес. Күйеуімнің көзіндегі үміттің өшіп бара жатқаннан қорықтым. Өйткені мен оның жұмысын емес, өзін жоғалтып бара жатқанын көрдім. Ал адам өзінен айырыла бастаса, оны қайта табу өте қиын болады. Адамның өмірінде бәрі үнсіз өзгере бастайтын кезең болады. Ешқандай айқай жоқ. Ешқандай үлкен жаңжал жоқ. Бірақ бір күні айналаңа қарап, біз қашан осындай болып кеттік, деп өзіңнен сұрайсың. Мен үшін дәл сондай кезең басталды. Күз келді. Жұмысқа таңертең қараңғыда кетемін. Кешке қараңғыда қайтамын. Алматының көшелерінде жаңбыр көбейген. Адамдардың бәрі бір жаққа асығып жүреді. Мен де солардың бірімін. Тек айырмашылығы, мен үйге асықпайтын болдым. Бір күні жұмыстан шықтым. Сағат 6:30. Үйге дейін автобуспен 20 минут. Бірақ мен автобусқа мінбедім. Арбатқа бұрылдым. Жай ғана жүрдім. Айналамда адамдар күліп жүр. Біреулер кофе ішіп отыр. Жас жұбайлар суретке түсіп жатыр. Мен орындыққа отырып қалдым. Телефонымды қарадым. Азаматтан бір ғана хабарлама. Нан ала кел. Басқа ештеңе жоқ. Қалайсың? Жоқ. Қашан келесің? Жоқ. Шаршаған жоқсың ба? Жоқ. Тек нан ала кел. Мен сол хабарламаға ұзақ қарап отырдым. Көзіме жас келді. Өйткені мәселе нанда емес еді. Мәселе менің енді тек бір міндетке айналып кеткенімде еді.
Үйге келгенімде сағат 8-ге жақындап қалған. Есікті аштым. Азамат диванда отыр. Теледидар қосулы. Келдің бе? Иә. Нан әкелдің бе? Мен үнсіз пакеттен нанды шығарып үстелге қойдым. Рахмет. Ол қайтадан теледидарға қарады. Сол сәтте мен өзімнен, ол менің келгенімді күтті ме? Әлде тек нанды ма? Деп сұрадым. Келесі күні таңертең басым қатты ауырып тұрды. Дене қызуым көтерілген сияқты. Бірақ жұмыста маңызды жиналыс бар. Барамын деп шештім. Айнаға қарап тұрсам, өңім қашып кетіпті. Азамат ас үйде отыр екен. Азамат? Иә. Менің қызуым көтеріліп тұрған сияқты. Ол бір қарап қойды. Дәріш. Жарайды. Басқа ештеңе демеді. Мен жұмысыма кеттім. Күні бойы басым айналып жүрді. Кешке қарай әріптестерім байқап қалды. Айжан қолымды ұстап көрді. Наташа, сенің денең өртеніп тұр ғой. Аздап қана. Аздап емес, қазір дәрігерге барамыз. Мен қарсылық білдірдім. Үйге барамын. Жоқ, сен қазір өзіңді де ойламайтын болып кеткенсің. Дәрігер вирустық инфекция деді. 3 күн үйде жату керек. Үйге келген соң Азаматқа анықтаманы көрсеттім. Дәрігер 3 күн демал деді. Жақсы. Ертең дәріханадан дәрілер алып келесің бе? Әкелемін. Мен біртүрлі жеңілдеп қалдым. Міне, бұрынғы Азамат қайта оралатын шығар деп ойладым. Ертеңіне түске дейін күттім. Ешкім келген жоқ. Телефон шалдым. Азамат? Иә. Дәріханаға бардың ба? Арғы жақ үнсіз қалды. Ұмытып кетіппін. Ештеңе, өзін тапсырыс беремін. Жарайды. Қоңырау аяқталды. Мен телефонды қойдым. Көрпемді басыма дейін жауып алып, үнсіз жылай бастадым. Мен дәрі ұмытылғаны үшін жылаған жоқпын. Мен өзімді ұмытылған адамдай сезінгенім үшін жыладым. 3 күннен кейін жұмысқа әрең шықтым. Кеңсеге кіргенде әріптестерім қуанып қарсы алды. Наташа, жақсарып қалдың ба? Иә, бірте-бірте. Дәл сол кезде бөлімнің жаңа жетекшісі кабинеттен шықты. Бұл біздің бұрынғы басшы емес екен. Орнына басқа адам келген. Бойы ұзын, 40 шамасындағы сабырлы кісі. Ол бәрімізбен жеке-жеке амандасты. Сәлеметсіздер ме? Менің атым Данияр. Бүгіннен бастап бірге жұмыс істейміз. Даусы жайлы. Артық сөз жоқ, бірден жұмысқа кірісті. Күн соңында бәрімізге тапсырма бөліп берді. Менің кезегім келгенде құжаттарды қарап шықты. Біраз үнсіз отырды. Сосын басын көтеріп, Наталья. Иә? Сіз ауырып жүрсіз бе? Мен таңырқап қалдым. Неге сұрадыңыз? Даусыңыз қарлығып тұр. Өңіңіз де бозарып кеткен. Үйге ертерек қайтыңыз. Қалғанын ертең аяқтаймыз. Мен аң-таң болып қарап қалдым. Бұл соңғы бірнеше айда біреудің маған қалайсың дегенге ұқсас алғашқы сөз еді. Мен жай ғана рахмет дедім. Кабинеттен шығып бара жатып, өзімнен өзім қорқып кеттім. Өйткені бір бөтен адамның қарапайым ғана қамқорлығы маған соншалықты жылы әсер еткеніне өзім сене алмадым. Сол сәтте мен бір нәрсені анық түсіндім. Мен басқа адамды іздеп жүрген жоқ едім. Мен көптен бері жоғалтып алған қарапайым жан жылуын сағынып жүр екенмін. Мен кейін көп ойландым. Егер сол күні Данияр маған гүл әкелсе, әдемі сөз айтса, мүмкін мен одан бірден алыстап кетер ме едім. Өйткені мен басқа еркек іздеп жүрген жоқпын. Менің жүрегімде әлі де Азамат бар еді. Тек сол Азамат баяғыда емес болатын. Даниярдың жұмыс істеу тәсілі бәрімізге ұнады. Ол ешқашан дауысын көтермейтін. Қателік болса да, ешкімді көпшіліктің алдында ұялтпайтын. Бір күні жаңа қызметкер есепте қате жіберді. Қыздың көзіне жас келіп қалды. Мен ішімнен қазір ұрсады деп ойладым. Бірақ Данияр құжатты жауып қойып, жүріңіз,
Бірге қарап шығайық. Келесі жолы қайталанбайды, деді. Қыз жеңіл дем алды. Сол күні кеңседе бәріміз бір нәрсені түсіндік. Адамды құрметтеу үшін қатты сөйлеудің қажеті жоқ екен. Уақыт өте берді. Мен де өзімді жұмысқа көбірек арнай бастадым. Үйдегі ауыр ойларды кеңсенің есігінің сыртында қалдыруға тырысатынмын. Бірақ кейде ол мүмкін болмайтын. Бір күні түскі үзілісте бәріміз асханаға түстік. Менің тәбетім жоқ. Әдеттегідей тек шай алдым. Данияр қарсы үстелге отырды. Тамақ алмайсыз ба? Кейін ішемін. Ол үндемеді. 5 минуттан кейін жай ғана. Адам қатты шаршағанда ең бірінші тәбеті жоғалады. Мен таңырқап қарадым. Сіз психологсыз ба? Ол күліп жіберді. Жоқ, өмірдің өзі жақсы мұғалім болды. Сол күні кешке жұмыстан кеш шықтым. Бәрі кетіп қалған. Мен ғана есепті аяқтап отырмын. Сағат 9 болып кеткен. Кенет кабинет есігі ашылды. Данияр. Әлі осындасыз ба? Есепті бітіріп алайын дедім. Ол сағатына қарады. Үйіңіз алыста ма? Жоқ. Онда ертең жалғастырасыз. Бітпей қалса, жұмыс ешқайда қашпайды. Ал денсаулық қайтып келмеуі мүмкін. Мен ноутбугымды жауып жатып күліп жібердім. Не болды? Соңғы кезде бәрі маған жұмыс туралы айтады. Сіз ғана демалу туралы айтып жүрсіз. Данияр иығын көтерді. Шаршаған адам жақсы жұмыс істей алмайды. Екеуміз лифтке қарай бірге жүрдік. Төмен түскенше үнсіз тұрдық. Ғимараттан шыққанда жаңбыр жауып тұр екен. Қолшатырыңыз бар ма? Жоқ. Ол өз қолшатырын ашты. Келіңіз. Жоқ, өзім жүгіріп кетемін. Ертең тағы ауырып қаласыз. Мен еріксіз күліп, сіз бәрін байқайды екенсіз. Байқауға тырысамын. Автобус аялдамасына дейін 5 минуттық жол. Бірақ сол 5 минутта біз өміріміз туралы сөйлестік. Үйіңізде кім бар? Деп сұрады ол. Күйеуім. Балаларыңыз бар ма? Жоқ. Ол басын изеді. Артық ештеңе сұрамады. Мен де үндемедім. Аялдамаға жеткенде автобус келіп қалды. Мен мінер алдында ол: Наталья. Иә. Бір нәрсе айтайын. Айтыңыз. Егер бір күні шаршап кетсеңіз, демалуды ұмытпаңыз. Бар болғаны осы. Мен автобусқа отырып кеттім. Терезеден оның алыстап бара жатқанын көрдім. Жүрегімде бір түрлі тыныштық пайда болды. Үйге келгенімде сағат 10 болып кеткен. Есікті аштым. Азамат диванда отыр. Неге кешіктің? Жұмыс болды. Телефон соғуға болмай ма? Жаздым ғой. Көрмеппін. Үндемей ас үйге кірдім. Тамақ жоқ. Ыдыс жуылмаған. Үй шашылып жатыр. Мен ештеңе демедім. Тоңазытқыштан жұмыртқа алдым. Қуыра бастадым. Азамат ас үйге кірді. Маған да жасай салшы. Мен қуырып жатқан табаға қарап тұрып қалдым. Шаршағанымды енді ғана сезіндім. Бір сәт үнсіз тұрдым да: Азамат, не? Сен бүгін күні бойы үйде болдың ғой? Иә. Неге өзіңе тамақ жасап жемедің? Ол қабағын түйді. Сонда әйелім тұрғанда өзіме тамақ жасауым керек пе? Мен баяу бұрылдым. Оның жүзінде ашу жоқ еді. Ол бұл сөзді шын айтып тұр. Менің жүрегім бір түрлі шым етті. Себебі дәл сол сәтте мен түсіндім. Мәселе жұмыста емес еді. Мәселе, біз бір-бірімізді тең серіктес ретінде емес, міндеттер арқылы көре бастағанымызда еді. Ал дәл сол түні мен өмірімде бірінші рет өзіме мынадай сұрақ қойдым. Егер мен бір күні мүлде кетіп қалсам, Азамат мені сағына ма? Әлде менің істеп жүрген жұмыстарымды ма? Сол сұрақтың жауабы менің бүкіл өмірімді өзгертетін еді. Кейде әйел адам бір күнде шаршамайды, бір күнде жыламайды, бір күнде кетіп те қалмайды. Ол ұзақ уақыт бойы үнсіз сынып жүреді. Мен де солай сындым. Келесі апталар бұрынғыдай өте берді. Таңертең жұмыс, кешке үй. Үйге келген соң кешкі ас,
ыдыс, кір жуу, үй жинау. Ал Азамат кейде жұмыс іздейді, кейде іздемейді. Іздемеген күндері өзін ақтауға себеп табылатын. Қазір жұмыс аз, жалақысы тым төмен. Ана компанияның талаптары көп, мен ештеңе демейтінмін. Бірақ ішімнен бір ғана нәрсені қалап жүрдім. Ол қайтадан күресе бастаса екен. Бір сенбі күні үйді жинап жүрдім. Ескі шкафтың үстінен шаң басқан картон қорап тауып алдым. Ашып қарасам, студент кезіміздегі суреттер. Көктөбеде түскен фото, Арбаттағы селфи, тойдағы бейнелер. Арасында бір кішкентай қағаз жатыр. Оны ашып оқыдым. Азаматтың қол жазуы. Егер бір күні мен өзгеріп кетсем, осы қағазды көрсет. Мен саған қайта ғашық боламын. Мен үнсіз күліп жібердім. Артынша көзіме жас келді. Ол кезде біз бәрін ойын көретінбіз. Өмірдің адамды қаншалық өзгерте алатынын білмейтінбіз. Кешке Азаматқа әлгі қағазды көрсеттім. Есінде ме? Ол қағазды ұзақ қарап отырды. Жымиып қояды деп ойладым. Бірақ ол жай ғана. Ескі нәрселерді ақтарғанды жақсы көресің екен, деп қойды. Мен үнсіз қалдым. Ол қағазды үстелге қойып, қайтадан телефонына үңілді. Сол сәтте мен ішімнен, ол бұл қағаздағы адам емес, деп ойладым. Дүйсенбі күні жұмыста жиналыс болды. Жоба өте күрделеді. Бәріміз кешке дейін кеңседе қалдық. Сағат 8-де ғана аяқталды. Шаршап тұрғанымызды көрген Данияр, бүгін бәрің неге ертерек қайтыңдар, қалғанын ертең жалғастырамыз. Барлығы қуанып кетті. Мен құжаттарды жинап жатқанда ол жаныма келді. Наталья, иә, бір сұрақ қойсам бола ма? Әрине. Соңғы кезде күлімсіреуіңіз азайып кетті. Мен еріксіз жымидым. Байқалады ма? Бұрын кеңсеге кіргенде бәрімен амандасатын едіңіз. Қазір бірден үстеліңізге барып отырасыз. Жұмыс көп шығар. Ол басын шайқады. Кейде адам жұмыстан емес, өмірден шаршайды. Мен жауап бере алмадым. Өйткені дәл сол сөз менің ішімдегі шындық еді. Жұмыстан шыққан соң аялдамаға бірге дейін жүрдік. Екеуміз де үнсізбіз. Бір кезде Данияр, мен сізге ешқашан жеке өміріңіз туралы сұрақ қойған емеспін. Иә, бүгін де сұрамаймын. Тек бір нәрсе айтайын. Мен оған қарадым. Кейде өзіңізге де мейірімді болыңыз. Сіз бәріне жанашырсыз. Бірақ өзіңізге келгенде өте қаталсыз. Бұл сөз мені үйге дейін ойландырды. Шынымен, мен соңғы рет өзім үшін не істедім? Есіме түсіре алмадым. Үйге келгенде күтпеген жағдай болды. Ас үйдің шамы жанып тұр. Үстелде 2 тәрелке, ыстық сорпа. Азамат пештің жанында. Мен аң-таң болып қалдым. Сен дайындадың ба? Иә. Неге? Ол бір сәт үнсіз тұрды. Жай ғана күтіп отырдым. Бұл сөзді естігенде жүрегім бір сәтке елжіреп кетті. Біз үнсіз отырып тамақ іштік. Бір кезде Азамат, бүгін 2 жерге сұхбатқа бардым. Шынымен бе? Иә. Қалай өтті? Біреуі қайта хабарласамыз деді. Мен көптен бері алғаш рет шын қуандым. Керемет қой. Әлі белгісіз. Бәрі бір жақсы жаңалық. Азамат маған қарап қалды. Сен әлі де мен үшін қуанады екенсің. Мен жай ғана әрине дедім. Өйткені бұл шындық еді. Мен оны әлі де жек көрген жоқпын. Мен тек шаршаған едім. Сол түні ұйықтар алдында Азамат кенеттен, Наташа, иә, ертең кешке ерте келші. Неге? Сөйлесейік. Көптен бері сөйлеспедік. Мен басымды изедім. Жарайды. Ішімде кішкентай ғана үміт пайда болды. Мүмкін бәрі шынымен өзгере бастайтын шығар. Бірақ дәл сол ертең жұмыста күтпеген бір оқиға болып, менің барлық жоспарымды өзгертетінін ол да мен де әлі білмедік. Адам өмірінде ұмытылмайтын күндер болады. Туған күнің, тойың, балаң дүниеге келген күн. Ал кейбір күндер ешқандай мереке емес.
Бірақ дәл сол күннен кейін өмірің бұрынғыдай болмайды. Мен үшін сондай күн қарапайым сейсенбі еді. Таңертең үйден шығарда Азамат есіктің алдына дейін шығарып салды. Соңғы кездері мұны қайтадан әдетке айналдыра бастаған. Бүгін ертерек кел. Тырысамын. Ұмытпа, кешке сөйлесеміз. Мен күлімсіреп, ұмытпаймын, деп жұмысыма кеттім. Банкте әдеттегідей қарбалас. Клиенттер, құжаттар, қоңыраулар. Түске дейін бас көтеруге уақыт болмады. Сағат 2-лер шамасында директордың хатшысы келді. Наталья? Иә? Барлық бөлім басшылары үлкен мәжіліс залына жиналсын. Біз бір-бірімізге қарап қалдық. Жоспарда ондай жиналыс жоқ еді. Жарты сағаттан кейін бәріміз мәжіліс залында отырдық. Директордың жүзі салмақты. Құрметті әріптестер, біз жаңа жобаны ұтып алдық. Бірақ оны 1 айдың ішінде аяқтауымыз керек. Залда сыбыр басталды. Жобаға жауапты болып Данияр тағайындалады. Ал команда құрамына ол тізімді оқи бастады. 1-ші, 2-ші, 3-ші, сосын Наталья Соколова. Мен бірден басымды көтердім. Жиналыстан кейін Данияр бәрімізді кабинетіне шақырды. Жұмыс қиын болады. Кей күндері кеш қаламыз. Демалыс күндері де келуге тура келуі мүмкін. Егер біреуге ыңғайсыз болса, қазір айтыңыз. Ешкім үндемеді. Мен де. Өйткені бұл жоба менің мансабым үшін маңызды еді. Кешке сағат 6-да жұмысты аяқтаймын деп ойлағанмын. Бірақ уақыт қалай өткенін байқамай қалыппыз. Сағатқа қарасам 8:30. Жүрегім зу ете қалды. Азамат, мен оған уәде берген едім. Телефонымды қарадым. 5 жіберілмеген қоңырау. 3 хабарлама. Қайдасың? Неге көтермейсің? Бүгін сөйлесеміз деген едік қой. Мен бірден хабарластым. Азамат, қайда жүрсің? Даусы қатты шықты. Жұмыстамын, жоба басталып кетті. Сағатқа қарадың ба? Иә, кешірші. Жарайды. Қайта бергенде сөйлесерміз. Ол телефонды қойып жіберді. Даусында реніш бар еді. Бірақ бұрынғыдай ашу емес. Мен соған қуандым. Жұмысты аяқтағанда сағат 9 болып кеткен. Кеңседе менен басқа 2 адам ғана қалған. Айжан және Данияр. Айжан, мен кеттім, ертең кездескенше, деп шығып кетті. Кабинетте екеуміз ғана қалдық. Мен құжаттарды жинап жатқанда жарық бір сәтке сөніп қайта жанды. Шашадыңыз ба? Деп сұрады Данияр. Аздап. Бүгін көп жұмыс істедіңіз. Бәріміз істедік қой. Ол күлімсіреді. Бірақ бәрі сіз сияқты үндемей көтере алмайды. Мен ноутбугымды жаптым. Үйге қайтайын. Мен де шығайын. Бірге лифтіге түстік. Төменге шықсақ, нөсер жаңбыр құйып тұр. Аспан қап-қара. Жел күшейіп кеткен. Такси шақырайын. Қажет емес. Автобуспен кетемін. Мұндай жаңбырда автобусты жарты сағат күтесіз. Ол телефоннан қосымша ашты. Жоқ, өзім... Бұл жұмыс есебінен. Жоба кеш аяқталғандықтан. Мен күліп жібердім. Әлі де ережемен жүресіз бе? Әдет қой. Такси 5 минутта келді. Мен көлікке отырдым. Данияр есікті жауып жатып, үйге жеткен соң демалымыз. Ертең тағы ауыр күн. Рахмет. Үйге келгенде сағат 10-ға жақындап қалған. Есікті ақырын аштым. Пәтер қараңғы. Қонақ бөлмесінде тек үстел шамы жанып тұр. Азамат диванда ұйықтап қалыпты. Үстелде 2 тәрелке. Бірінің тамағы желінген. Екіншісі қол тимеген күйі тұр. Жанында кішкентай қағаз. Мен оны ақырын аштым. Сенің сүйікті лағманыңды жасап көрдім. Бірге ішеміз деп күткенмін. Суытып алдым. Бәлкім ертең жылытып жерміз. Осы бір ғана сөйлемді оқығанда көзімнен жас тоқтамай кетті. Өйткені мен бірінші рет
Азаматтың шын өзгеруге тырысып жатқанын көрдім. Бірақ дәл сол сәтте жүрегімде басқа бір ауыр сезім пайда болды. Неге ол мұның бәрін мен әбден шаршаған кезде ғана түсінді? Мен үнсіз барып үстіне көрпесін жаптым. Ұйықтап жатқан жүзіне қарадым. Осы адамды мен бір кезде шексіз жақсы көрдім. Бәлкім, әлі де жақсы көретін шығармын. Бірақ махаббаттың өзі кейде сынған сенімді бірден қайтара алмайды екен. Сол түні екеуміз де бір үйде ұйықтадық. Бірақ екеуміздің де жүрегімізде бір сұрақ тұрды. Біз кеш қалып қойған жоқпыз ба? Таңертең мен әдеттегіден ерте ояндым. Кеше түнгі көрініс көз алдынан кетпеді. Үстелде суып қалған лағман, қолмен жазылған кішкентай хат, диванда ұйықтап қалған Азамат. Мен ас үйге шықтым. Таңғалғаным, Азамат әлде қашан оянып кетіпті. Қолында шәйнек. Үнсіз шай құйып жүр. Мені көріп күлімсіреуге тырысты. Қайырлы таң. Қайырлы таң. Лағманды ұнатпадың ба? Мен басымды шайқадым. Ұнады, тек кешігіп қалдым. Ол ауыр күрсінді. Жоқ, кешіккен сен емес. Ұзақ үнсіздік орнады. Бұл сөздің астарында қаншама өкініш жатқанын екеуміз де түсіндік. Жұмысқа бара жатқанда Азамат есіктің алдында тоқтатты. Наташа. Иә? Бүгін кешке ертерек келе аласың ба? Білмеймін. Жоба өте тығыз. Тырысшы, маған саған айтатын маңызды нәрсе бар. Мен басымды изедім. Тырысамын. Кеңсеге келгенде бәрі жобаға кірісіп кеткен. Құжаттар иіліп жатыр. Телефон тынымсыз шырылдайды. Сағат қалай өткенін байқамай қалдық. Түскі үзілісте болмады. Мен компьютер алдында отырып көзімді уқалап алдым. Сол кезде үстелімнің шетіне бір стақан ыстық шай қойылды. Басымды көтерсем, Данияр. Кофе емес, шай. Кеше даусымыз қарлығып тұрған. Мен таңырқап қалдым. Рахмет. Түскі асқа үлгермедіңіз. Болмаса, ең болмаса шай ішіңіз. Ол бұрылып кетіп қалды. Басқа ештеңе айтпады. Мен ұзақ уақыт сол шайға қарап отырдым. Сол сәтте ішімнен өзіме ұрыстым. Наташа, тоқта. Бұл адам саған жай ғана қамқорлық көрсетіп жүр. Сен оның әрбір ісінен мағына іздей бастама. Өйткені дәл осындай қателік көп адамның өмірін бұзады. Мен терең дем алдым. Шайды іштім. Жұмысымды жалғастырдым. Кешкі 7 шамасында телефоным шырылдады. Анам. Қызым, даусыңды естейін дедім. Қалайсың, мама? Мен жақсымын, сен қалайсың? Мен әдеттегідей жақсымын дегім келді, бірақ даусың дірілдеп кетті. Анам бәрін бірден сезді. Наташа, жылап тұрсың ба? Мен үндемедім. Қызым, үйге келші бір күні. Ештеңе сұрамаймын, тек құшақтап отырамын. Осы сөзді естігенде көзімнен жас парлап кетті. Кейде ана адамның бәрін сұрамай-ақ түсінетіні рас екен. Сол күні жоба тағы кеш аяқталды. Сағат 9. Мен үйге асығып жеттім. Есікті ашсам, Азамат костюм киіп отыр. Мен таңырқап қалдым. Бір жаққа барасың ба? Ол орнынан тұрды. Жоқ. Онда? Ол үнсіз маған бір қағазды ұсынды. Мен алдым. Үлкен логистикалық компанияның бланкісі. Сіз жұмысқа қабылдандыңыз. Мен қуанып кеттім. Азамат, шынымен бе? Иә. Құттықтаймын. Мен оны құшақтап алдым. Ол да мені қатты құшақтады. Бірнеше айдан кейін алғаш рет. Біз бір-бірімізді осылай құшақтап тұр едік. Қашан бастайсың? Дүйсенбіде. Бұл керемет жаңалық қой. Азамат үнсіз күлімсіреді. Бірақ сол күлкінің артында тағы бір нәрсе бар еді. Не болды? Ол маған ұзақ қарап тұрды. Мен бүгін жұмысқа орналасқаныма емес. Сені мені құттықтап, қуанып тұрғаныңа таңғалдым. Мен түсінбей қарадым. Неге?
Сенің жүрегіңде маған орын қалмаған шығар деп қорқып жүрдім. Мен ақырын ғана басымды шайқадым. Азамат, мәселе онда емес. Онда неде? Мен біраз үнсіз тұрдым. Сосын өте жай ғана. Менің жүрегім шаршады. Ол сөзді естігенде Азаматтың жүзі өзгеріп кетті. Өйткені ол бірінші рет мәселенің махаббатта емес, шаршауда екенін түсінді. Сол түні екеуміз балконда ұзақ отырдық. Алматының түнгі шамбары алыстан жарқырап тұр. Еш қайсымыз сөйлемедік. Бір кезде Азамат: Наташа, иә, егер уақытты артқа қайтара алсам, бір күнді ғана таңдар едім. Қай күнді? Сен алғаш рет үйге жылап келген күнді. Сол күні компьютерді өшіріп, сені құшақтауым керек еді. Мен үнсіз көзімді жұмдым. Өйткені дәл осы сөзді мен бірнеше жыл бойы күттім. Бірақ кейбір сөздер уақытынан кеш айтылғанда ғана адамның жүрегін одан сайын ауыртады. Сол түні ұйықтар алдында телефоныма бір хабарлама келді. Даниярдан. Бір ғана сөйлем. Ертең таңертең маңызды хабарландыру болады. Сағат 9:00-де бәріңіз жиналыс залында болыңыз. Мен телефонды қойдым. Оның бұл хабарламасы өмірімізді тағы бір рет өзгертетінін әлі білмедім. Ертесі күні кеңсеге бәріміз әдеттегіден ертерек келдік. Сағат 9 болмай жатып, мәжіліс залы толып қалды. Бәрі бір-бірінен не болды екен? Компания қысқара ма, жаңа жоба ма деп сұрап жатыр. Мен де ештеңе түсінбедім. Дәл сағат 9-да Данияр ішке кірді. Әдеттегідей сабырлы. Бірақ бүгін жүзінде бір түрлі мұң бар. Ол бәрімізге қарап шықты, сосын баяу ғана сөйледі. Менің сіздерге айтар жаңалығым бар. Зал іші тына қалды. Келесі аптадан бастап мен бұл бөлімде жұмыс істемеймін. Бірнеше адам таңырқап қалды. Мені компанияның Астанадағы бас кеңсесіне ауыстырды. Департамент директоры қызметіне. Зал қол шапалақтап кетті. Айжан орнынан тұрып: құттықтаймыз. Біз де қуанышпен қол соқтық. Мен де. Бірақ неде екенін білмеймін. Кеудемде бір бос кеңістік пайда болды. Жиналыстан кейін әркім өз жұмысымен кетті. Мен құжаттарды реттеп отыр едім. Телефонға хабарлама келді. Данияр. Бос болсаңыз, түскі үзілісте сөйлесек. Жүрегім бір түрлі соғып кетті. Бірақ өзімді бірден тоқтаттым. Бұл жай ғана жұмыс туралы шығар. Түскі үзілісте төменгі Хашабаттағы шағын кофеханаға түстік. Бұрында бірнеше рет ұжым болып барғамыз. Бүгін екеуміз ғана. Екеуміз де біраз уақыт үнсіз отырдық. Ақыры Данияр сөз бастады. Мен сені арнайы шақырдым. Өйткені кетер алдында бір нәрсе айтқым келді. Мен үндемедім. Осы бір жыл ішінде сен өте көп өзгердің. Мен жымиып: жақсы жаққа ма? Иә, бірақ көзіндегі мұң кетпеді. Мен жауап бере алмадым. Данияр кесесін үстелге қойды. Наташа, мен ешқашан сенің отбасына араласқым келген жоқ. Сен мұны білесің. Білемін. Және ешқашан араласпаймын. Мен басымды изедім. Бірақ бір өтінішім бар. Айтыңыз. Қандай шешім қабылдасан да, оны қорқыныштан қабылдама. Мен түсінбей қарадым. Жалғыз қаламын деп қорқып, ешкімнің жанында қалма. Басқа адамды жоғалтып аламын деп қорқып, өзіңді жоғалтпа. Осы сөздерді естігенде жүрегім бір түрлі болды. Өйткені бұл сөздерді бұрын әкем айтқан, анам айтқан, тіпті Айжан да айтқан. Бірақ дәл қазір олар мүлде басқаша естілді. Неге маған осыны айтып отырсыз? Данияр сәл жымиып қойды. Өйткені кейде адамға ақыл емес, еске салу керек. Сен өте мейірімді адамсың. Бірақ өзіңді соңғы орынға қоя бересің. Ал бұл бір күні адамның өзін жоғалтуына әкеледі. Ұзақ үнсіздік орнады. Сыртта жаңбыр сіркіреп тұр. Данияр орнынан тұрды. Мен енді кетейін. Осымен бе? Иә.
Басқа ештеңе айтпайсыз ба? Ол бір сәт ойланып қалды. Сосын жай ғана: айтамын. Мен оның жүзіне қарадым. Бір күні айнаға қарап тұрған кезде өзіңді көрсең болды. Басқаның күткенін емес, өзіңді. Осыны айтып ол қолын созды. Рахмет. Мен де қолымды ұсындым. Мен айтуым керек. Сізге рахмет. Егер сіз болмағанда, мүмкін мен өзімнің қаншалықты шаршағанымды ешқашан мойындамас едім. Данияр басын изеді. Онда менің бұл жердегі жұмысым бекер болмаған екен. Ол кетіп қалды. Мен ұзақ уақыт оның соңынан қарап тұрдым. Бірақ бұл жолы жүрегімде бұрынғыдай абыржу болған жоқ. Тек үлкен алғыс болды. Кешке үйге қайтып келе жатқанда аялдамада ұзақ тұрдым. Қала бұрынғыдай. Көліктер, адамдар, жаңбыр. Бірақ мен өзгеріп бара жатқанымды сездім. Мен алғаш рет өзіме «мен не қалаймын?» деген сұрақ қойдым. Осы уақытқа дейін мен тек өзгелерді не қалайтынын ойлаппын. Үйге келгенде Азамат дастархан жайып қойыпты. Келдің бе? Иә. Бүгін ерекше күн. Неге? Ол күлімсіреді. Жұмыстағы алғашқы күнім өте жақсы өтті. Мен шын көңіліммен қуандым. Құттықтаймын. Рахмет. Ол маған қарап тұрып: ал сенің күнің қалай өтті? Осы сұрақты естігенде мен үнсіз қалдым. Өйткені осы сөзді естуді мен бірнеше жыл күткен едім. Ал бүгін ол ақыр айтылды. Бірақ ішімде бір ғана ой тұрды. Бұл сұрақ маған енді жетті. Мен күлімсіреп жауап бердім. Ұзақ күн болды. Өте ұзақ күн. Бірақ сол ұзақ күннің соңында мен өмірімдегі ең маңызды адамды таба бастаған сияқтымын. Азамат жымиып: кімді? Мен ақырын ғана өз кеудеме қолымды қойдым. Өзіңді. Азамат жауап бере алмады. Ал мен осы сөзді айтқан сәтте алғаш рет өзімді жеңіл сезіндім. Адам өмірінде бір сәт болады. Сол сәттен кейін сен бұрынғы адам болып қала алмайсың. Мен үшін ондай сәт өзімді таңдаған күнім болды. Бірақ бұл өзімшілдік емес еді. Бұл өзімді қайта құрметтей бастаған күн еді. Данияр Астанаға кеткеннен кейін кеңседе бір түрлі босап қалды. Айжан бір күні шай ішіп отырып: байқадың ба? Нені? Кеңсе тыныштап кеткен сияқты. Мен күліп: иә, ол жақсы басшы еді. Айжан басын изеді. Жақсы адам болатын. Мен үндемедім. Өйткені мен Даниярды сағынып отырған жоқ едім. Мен оның маған үйреткен бір нәрсесін сағынып жүрдім. Өзіңді ұмытпау керек екенін. Үйдегі өмір де өзгеріп келе жатты. Азамат таңертең жұмысқа кетеді. Кешке шаршап келеді. Бірақ бұрынғыдай диванға құлап жатпайды. Ас үйге кіреді. Мен көмектесейін. Ыдыс жуады. Шайды өзі құяды. Кейде «бүгін күнің қалай өтті?» деп сұрайды. Бірнеше ай бұрын дәл осыны армандаған едім. Қазір мен алғыс айттым. Бірақ жүрегім баяу ғана жауап беретін болды. Бір сенбі күні ол «Көктөбеге барып қайтайық» деді. Біз алғаш ұсыныс жасаған жерге. Мен ұзақ ойланып «жарайды» дедім. Кешке қарай Көктөбеге көтерілдік. Қала баяғыдай әдемі. Жел баяу соғып тұр. Бірнеше жыл бұрын дәл осы жерге біз болашақ туралы армандағанбыз. Екеуміз үнсіз тұрдық. Бір кезде Азамат: есіңде ме? Есімде. Осы жерде саған ұсыныс жасақ едімін. Иә. Егер бүгін қайтадан мүмкіндік болса, тағы да дәл сені таңдар едім. Мен көзімді жұмдым. Бұл сөзді бұрын естігенде жүрегіме жүреп кетер еді. Қазір ішімде тыныштық қана болды. Мен оған бұрылдым. Азамат: иә, мен саған бір сұрақ қояйын.
Қой. Егер Данияр деген адам менің өмірімде мүлде кездеспегенде, сен өзгерер ме едің? Азамат үнсіз қалды. Өте ұзақ үнсіз қалды. Сосын басын төмен түсірді. Білмеймін. Осы екі сөз маған барлық жауапты берді. Мен ақырын ғана басымды изедім. Рахмет. Не үшін? Шынында айтқаның үшін. Біз орындыққа отырдық. Алыста Алматының шамдары жанып тұр. Мен баяу ғана сөйлей бастадым. Мен соңғы бірнеше айда көп ойландым. Сені де ойладым, өзімді де ойладым, бізді де ойладым. Мен де. Бірақ бір нәрсені түсіндім. Азамат үнсіз тыңдап отыр. Мен осы некені сақтау үшін ғана өмір сүріп кетіппін. Бір кезде өзімді жоғалтып алғанымды байқамай қалыппын. Наташа, тыңдаш. Мен бірінші рет сөзімді бөлме. Ол үнсіз басын изеді. Мен сені кінәламаймын, шынымен. Өйткені сен өзгеруге тырыстың. Көп нәрсені түзеттің. Мен соны көрдім. Және соған ризамын. Бірақ мен енді ешкімді құтқарғым келмейді. Ешкім үшін өзімді ұмытқым келмейді. Мен өз өмірімді қайтадан үйренгім келеді. Өзімді қайтадан танығым келеді. Азаматтың көзінен жас шықты. Сонда бітті ме? Мен де көз жасымды сүрттім. Білмеймін. Бірақ дәл қазір мен әйел ретінде емес, адам ретінде өмір сүргім келеді. Ұзақ үнсіздік орнады. Сосын Азамат өте жай ғана. Мен сені жақсы көремін. Мен күлімсіредім. Білемін. Бірақ кеш қалдым. Иә, кейде махаббат кешікпейді, тек оны көрсету кешігеді. Сол түні үйге үнсіз қайттық. Ешкім ұрыспады, ешкім айқайламады. Бірақ екеуміз де ең ауыр әңгімені айтып болғанымызды түсіндік. Ал келесі күні таңертең мен өмірімдегі ең маңызды шешімді қабылдадым. Таң атқанша көзім ілінбеді. Терезенің ар жағында Алматы баяу ғана оянып жатты. Ал мен өмірімнің ең қиын шешімін қабылдап қойған едім. Бірақ сол шешімді дауыстап айту, оны қабылдаудан әлде қайда ауыр екен. Таңғы ас үстінде екеуміз үнсіз отырдық. Шайдың буы ғана көтеріліп тұр. Азаматты үндемейді. Кеше кешкі әңгімеден кейін екеуміздің де айтар сөзіміз азайып қалған. Бір кезде мен кесені жайлап үстелге қойдым. Азамат? Иә. Бүгін жұмыстан кейін уақытта баласың ба? Ол бірден басын көтерді. Әрине. Халыққа қызмет көрсету орталығына барайық. Ол менің не айтқым келгенін бірден түсінді. Жүзі өзгеріп кетті. Бірақ бұл жолы ол мені тоқтатуға тырысқан жоқ. Тек ақырын ғана жарайды, деді. Күні бойы жұмыс істегендей болдым. Бірақ ештеңе есімде жоқ. Компьютерге қараймын, құжаттарды ашамын. Бірақ ойым мүлде басқа жерде. Айжан қасыма келді. Наташа, жақсысың ба? Мен жымидым. Иә. Өтірік айтпа. Сенің көзің бәрін айтып тұр. Мен үндемедім. Айжан қолымды ұстап. Қандай шешім қабылдасаң да, өзімді жазғырма. Өмір кейде дұрыс адамдарды емес, дұрыс уақытты кешіктіреді. Мен оның иығына басымды сүйеп, 1 минут үнсіз тұрдым. Кешке Азамат жұмыстың алдында күтіп тұр екен. Бұрынғыдай емес. Қолында гүл жоқ. Үлкен сөз жоқ. Тек үнсіз келіп, жүрейік, деді. Екеуміз көлікпен ұзақ жүрдік. Жол бойы ешкім сөйлемеді. Қызыл шамға тоқтаған сайын, екеуміз де бір-бірімізге қарамаймыз. Халыққа қызмет көрсету орталығына кіргенде, кезекке тұрған ерлі зайыптыларды көрдік. Бірі жаңа ғана некесін тіркеп жатыр. Қызым жүзінде қуаныш, жігіттің көзінде үміт. Мен еріксіз күлімсіреп қойдым. Біз де осылай тұрғанбыз, деп сыбырладым. Азамат басын изеді. Иә,
Екеуміз де әлемді жеңетіндей едік. Құжаттарды тапсырдық. Қызметкер бәрін тексеріп шықты. Соңғы рет сұраймын. Бұл шешімді өз еріктеріңізбен қабылдап отырсыздар ма? Мен «Иә» дедім. Азамат та ақырын ғана «Иә» деді. Сол бір қысқа сөз 7 жылдық некенің соңғы нүктесі болды. Сыртқа шыққанда күн бұлттанып кеткен екен. Жаңбыр сіркірей бастады. Екеуміз ғимараттың алдында үнсіз тұрдық. Бір кезде Азамат қалтасынан көлік кілтін шығарды. Сосын қайтадан салып қойды. Бүгін көлікпен қайтқым келмейді. Мен де. Екеуміз жаяу жүрдік. Бірнеше 100 метр өткен соң Азамат тоқтады. Наташа. Я? Саған бір нәрсе беруім керек. Ол күртесінің ішкі қалтасынан кішкентай қорап шығарды. Мен ашып қарадым. Ішінде Көктөбеде ұсыныс жасаған күні таққан сақина тұр. Бұл сенде болуы керек. Жоқ. Бұл өткен өмірдің белгісі. Ол сенде қалсын. Азамат басын шайқады. Жоқ. Бұл сақина бақытты күндеріміздің белгісі. Ал сол бақытты күндердің жартысы сенің арқанда болды. Мен оны ұстадым. Көзімнен жас ақты. Рахмет. Бір кезде Азамат, мен сені жібергім келмейді, бірақ бұрынғыдай ұстап та қалғым келмейді. Егер шынымен осы жолмен бақытты болсаң, бар. Мен саған кедергі болмаймын. Мен жылап жібердім. Рахмет. Мені түсінгенің үшін. Сол кеште үйге келген соң, мен үлкен чемоданды шығардым. Бірақ оған көп зат салмадым. Киімнің жартысы ғана. Бірнеше кітап. Анам сыйлаған шәйнек. Әкемнің ескі суреті. Болды. Өйткені мен үйден кетіп бара жатқан жоқ едім. Мен өзімді қайта іздеуге шығып бара жаттым. Есіктің алдына шыққанда Азамат чемоданды үнсіз көтеріп берді. Қайда барасың? Әзірше анамның үйіне. Жақсы, ұзақ үнсіздік. Сосын ол мені өмірінде соңғы рет құшақтады. Бұрынғыдай қатты емес. Ұстап қалғысы келгендей де емес. Жай ғана, алғыс айтқандай. Мен де оны құшақтадым. Бақытты бол, Азамат. Сен де. Бұл біздің бір-бірімізге айтқан соңғы сөзіміз болды. Мен баспалдақпен төмен түсіп бара жаттым. Бір ретте артыма қарамадым. Өйткені егер қарасам, кетуге батылым жетпейтінін білдім. Ал алда мені ешқандай ер адам емес, өзімнің жаңа өмірім күтіп тұрған еді. Анамның үйіне көшіп келген алғашқы түн мен үшін ең ұзақ түн болды. Бөлме баяғыдай, қабырғадағы сағат та баяғы. Терезеден көрінетін аула да өзгермеген. Бірақ өзгерген адам денедім. Анам бөлмеме кіріп келді. Қолында ыстық шай. Ештеңе сұрамады. Шайды үстелге қойды. Жаныма келіп отырды. Басынан сипады. Мен бала күнімдегідей оның иығына басымды қойдым. Сол сәтте көптен бері ішімде жиналып қалған көз жасым еріксіз ақты. Мен қатты жыладым. Анам да үндемеді. Тек құшағынан шығармады. Бір кезде ғана жай дауыспен: болды, қызым. Өзіңді кінәлама. Мен көз жасымды сүртіп: мама, мен дұрыс шешім қабылдадым ба? Анам бірден жауап берген жоқ. Ол менің қолымда ақырын қысып: қызым, өмірде дұрыс немесе бұрыс шешім болмайды. Тек өзіне адал шешім болады. Сен бүгін өзіне өтірік айтпадың. Соның өзі үлкен жеңіс. Келесі апталар оңай болған жоқ. Жұмысқа барамын, кешке қайтамын. Енді ешкімге кешігіп қалдым деп түсініктеме берудің қажеті жоқ. Бірақ үйге кіргенде үнсіздік қарсы алады. Сол үнсіздік алғашына қорқынышты еді. Кейін сол үнсіздік маған тыныштық сыйлай бастады. Бір күні демалыста Арбатпен жалғыз серуендеп жүрдім. Бұрын бұл жерге міндетті түрде біреумен келетінмін. Әуелі Азаматпен, кейін жұмыстағы әріптестермен.
Ал бүгін жалғызбын. Бірақ өзімді жалғыз сезінбедім. Көше музыканты баяу әуен орындап тұр екен. Мен тоқтап тыңдадым. Қасында тұрған кішкентай қыз анасына қарап, «Мама, апай неге күліп тұр?» деді. Анасы жымиып, өйткені оның көңілі жақсы шығар. Мен еріксіз күліп жібердім. Бірнеше айдан кейін біреу менің жүзімнен мұң емес, күлкіні байқапты. Көктем келгенде мен көптен бері кейінге қалдырып жүрген арманымды орындадым. Гүл өсіру курсына жазылдым. Кішкентай балконды гүлге толтырдым. Раушан, лаванда, түймедақ, қызғалдақ. Таңертең жұмысқа шығар алдында оларды суаратынмын. Кешке үйге келгенде жаңа ашылған гүлдерді қарап ұзақ тұратынмын. Сол кезде түсіндім. Бақыт кейде өте тыныш келеді екен. Олай қайламайды. Өзіңді ғана тыңдап қызады. Бір күні жұмыста Айжан жүгіріп келді. «Наташа, не болды? Саған хат келіпті». Мен таңырқап конвертті алдым. Жіберушінің мекен-жайы Астана. Жүрегім бір сәтке тоқтап қалғандай болды. Бірақ конвертті ашуға асықпадым. Үйге барған соң ғана ақырын аштым. Ішінде бір ғана ашық хат. «Сәлем, Наташа. Алматыға сапармен келіп кеттім. Кездесуге арнайы іздеген жоқпын. Өйткені сенің таңдауыңды құрметтеймін. Тек бір нәрсені білсең екен дедім. Сен бір кездері маған адамдарды құтқара алмайтынымызды үйреттің. Әркім өзін өзі табуы керек. Сен өз жолыңды таптың деп сенемін. Саған тек тыныштық тілеймін. Данияр». Мен хатты бүктеп қойдым. Жауап жазбадым. Жауап жазғым да келмеді. Өйткені кейбір адамдардың өміріміздегі орны соңғы хатпен емес, жылы естелікпен аяқталғаны дұрыс. Ал бірнеше күннен кейін күтпеген жерден көшеде азаматты кездестірдім. Ол қарсы беттен келе жатыр екен. Қолында портфель, үстінде жаңа костюм. Бірден таныдым. Ол да мені көрді. Екеуміз тоқтап қалдық. «Сәлем, Наташа». «Сәлем, азамат. Қалайсың?» Мен шын көңіліммен күлімсіредім. «Жақсымын. Көрініп тұр. Ал сен?» «Мен де жақсымын». Бірнеше секунд үнсіз тұрдық. Бұрын мұндай үнсіздік ауыр болатын. Ал бүгін жеңіреді. Азамат жымиып, «Білемісің, мен сені жоғалттым» деп ұзақ ойладым. Кейін түсіндім. Мен ең алдымен өзімді жоғалтыппын. Мен басымды изедім. Мен де дәл соны түсіндім. Қоштасар сәтте ол, «Саған рахмет». Не үшін? Бір күні кетіп қалғаның үшін емес, маған өзіңді көруге мәжбүр еткенім үшін. Мен көзіме жас алып күлімсіредім. «Саған да рахмет. Сен мені кешірімнің кейде жеткіліксіз болатынын үйреттің. Бірақ адамның өзгере алатынын да дәлелдедің». Екеуміз екі жаққа кеттік. Ешқайсымыз артымызға қарамадық. Себебі бұл жолы артта өкініш емес, ал ризашылық қалып бара жатқан еді. Сол кеште үйімнің балконында гүлдерімді суарып тұрдым. Күн баяу батып бара жатты. Жылы самал бетімді сипады. Мен өзімен ақырын ғана сұрадым. «Бақыт деген не?» Сосын өзім жауап бердім. «Бақыт біреудің сені толықтыруы емес екен. Бақыт өзінің толық адам екеніңді сезіну екен». Мен аспанға қарап жымидым. Өйткені көп жылдан кейін алғаш рет ешкімді күтпей-ақ, ешкімге өкпелемей-ақ, ешкімнен қорықпай-ақ үйге асығып қайтып келе жатқанымды сезіндім. Себебі бұл үйде ең маңызды адам мені күтіп отыр еді. Ол өзім едім.